Salamatсыңдар ма, 6 sınıf оқушылары? Бүгін бірінші бөлім жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына оқыту, дене шынықтыру сабағын. Мен Тоқабаев Бақыт Тұңғышұлы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы жеңіл атлетика. Сабағымыздың мақсаты қимыл, қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау, денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелер бойынша хабардар болу, ептілік, икемділік, батылдық қасиеттерін дамыту. Жеңіл атлетика сабағындағы келесі қауіпсіздік ережелері сақталу қажет. Бірінші, дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табаны резеңке аяқ киім кию қажет. Қашықтықтарда тек қана өз жолымен жүгіру қажет. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Ойлы қырлы жерлерде кездескен кедергілерден аспай, саспай өтуді есте сақтаған жөн. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді. Спорт құралдарын лақтырғанда, мысалы гранат, найза, серпігенде лақтыру, серпу бағытында адамның болмауын қадағалап, бақылап алу қажет. Ұзындыққа, биіктікке, секірер алдында шұңқырдағы құмды қопсытып алу қажет. Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды. Осындай қауіпсіздік ережелерді сабақ барысында сақтау керек. Қазіргі өтіп жатқан сабағымыз жеңіл атлетика спорттың ең көп тараған түрі. Оған түрлі қашықтыққа жүгіру мен жүру, ұзындық пен биіктікке секіру, спорттық снарядтарды лақтыру және жеңіл атлетика көп сайыстар енеді. Жеңіл атлетикалық жарыстар ашық және жабық алаңдарда өтетін жеке, командалық және эстафеталық жарыстар болып бөлінеді. Халықаралық әуесқойлық жеңіл атлетика федерациясы 1912 жылы құрылған. Оған қазір 200-ге жуық ұлттық ассоциациялар біріккен. Ал енді ары қарай оқушылар кіріспе бөлімін бастаймыз. Негізгі назар аударған жаттығуларға көшейік. Орында оңға бұрыл, солға бұрыл, кері бұрыл. Ары қарай жүру бағытында орындалатын жаттығуларға көшеміз. Алға қарай қадам бас, екі қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүреміз. Жарайды. Екі қол белде, өкшемен жүреміз. Дұрыс. Қол желкеде жартылай отырып жүреміз. Қол тізеде толық отырып жүреміз. Қол тізеде оңға, солға секіріп жүреміз. Жарайды балалар. Енді спорттық жүріс. Ал енді жүгіру бағытында орындалатын жаттығуларға көшеміз. Тізені жоғары көтеріп жүгіреміз. Өкшені жамбасқа лақтырып жүгіреміз. Жай бір қалыпты жүгіріс. Ары қарай спорттық жүріс. Ал енді жалпы дамыту жаттығуларына көшеміз балалар. Бірінші жаттығуымыз бастап қалып аяқ иық көлемінде, қолымыз белімізде, мойнымызды 4 рет оңға қарай, 4 рет соңға қарай айландырамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығуымыз бастап қалып аяқ иық көлемінде, қолды иығымызға қоямыз, яғни 4 рет оңға және 4 рет солға айландырамыз. Дұрыс, жарайсыңдар. Келесі жаттығуымыз бастап қалып иық көлемінде, қолымыз белімізде 1 2 3 4 оңға қарай және 1 2 3 4 сол бағытқа айландырамыз. Жарайсыңдар. Келесі жаттығуымыз бастап қалып аяқ иық көлемінде, қолды тіземізге қоямыз. 1 2 3 4 ішке қарай және 1 2 3 4 сыртқа қарай айландырамыз. Кәне жаттығу барысында тізені бүкпеу жасау кереміз. Жарайсыңдар балалар. Жеңіл атлетика кезіндегі түрлері қандай, жеңіл атлетика не кіреді, қандай бөлімдер тұрады? Бірінші жүгіру түрлері, жүру түрлері болады. Ұзындыққа секіреміз және биіктікке секіреміз. Спорттық снарядтарды лақтырамыз және жеңіл атлетикалық көп сайыс. Жеңіл атлетика сабағындағы негізгі жаттығулар: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерлерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру және жеңіл атлетикалық көп сайыс.
Ал балалар, осымен сабақты қорытындылаймыз. Енді кері байланысқа көшеміз. Кері байланыс 4 сұрақтан тұрады. Сабақ барысында не жақсы өтті, не жақсы өтпеді, және қандай жаттығу қиын болды сабақ барысында, және ең пайдалы жаттығу қайсысы болды. Осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.